Сәлем достар, сіздермен бірге мамандықтың бәрі жақсы бағдарламасы, оның жүргізушісі мен Құралай Алтынбекқызы. Біз бүгін бір күнімізді медбике рөлінде Ақтау қалалық номері 2-ші емханасында өткізетін боламыз. Ендеше бастайық. Елімізде маусым айының 3-ші жексенбісі медицина қызметкерлерінің күні. Осы атаулы күнге орай мамандықтың бәрі жақсы жобасының түсірілім тобы Ақтаудағы номері 2-ші емхана қызметкерлерінің жұмысымен танысып қайтты. Мен бүгін номері 2-ші емханада медбикемін, және де осында терапевттің бөлмесінен бастайтын боламыз. Ендеше кеттік. Адам ауырып дертіне дауа іздегенде ең алдымен жүгінетіні дәрігер, ал емханаға келген ең алдымен жүгінетін дәрігері терапевт. Ол науқастың қай жері ауыратынын сұрап, соған сәйкес басқа дәрігерлерге жолдама береді. Құралай, науқасқа ультрадыбыстық зерттеу өткізуге жолдама бересіңіз. Окулист маманына жолдама және жүректі экоға түсіреміз. Жалпы қан анализіне, жалпы зәр анализіне және биохимиялық қан анализіне жолдама шарт бере аламыз. Терапевт көмегіне жүгінген науқастарымыз өзіне керекті дәрігерлерге жолдама алып, қаралуды бастадық. Сәлеметсіз бе, қымбат Жақсылық қызы? Бізде бір науқастың қан қысымы мазалайды екен, көзін тексеріп берсеңіз, міне жолдамасы. Науқасымызды қан қысымы мазалағандықтан ең алдымен көз жанарына әсері қалай болғанын білуге окулист дәрігерге келдік. Мұнда науқастың көзін тексерген дәрігер барлығы жақсы екенін айтқан соң келесі дәрігерге бардық. Біз көз дәрігерінен шықтық, онда науқасымыздың көз қысымы жақсы деген нәтиже алдық. Енді келесі кезекте науқасымыздың жүрегін тексертуге ЭКГ кабинетіне келдік. Сәлеметсіз бе? Кіруге бола ма? Мұнда дәрігер науқасымыздың жүрегін ЭКГ аппаратына түсіріп көрді. Нәтижесі жақсы болып шықты. Енді біз науқастың қалқанша безін тексеру үшін УЗИге келдік. Сәлеметсіз бе, Шахан Аймұрзаевна? Біздің науқасымызда қан қысымы мазалап жүреді. Соған жолдамамен сізге УЗИге келдік. Науқасымыздың қалқанша безінде де барлығы жақсы болып шықты. Енді осы алынған нәтижелермен біз терапевт дәрігеріне қайта келдік. Ақгүл Жарыққызы, жалпы терапевт деген дәрігер, кез келген дәрігердің түрі негізі бір жауапты мамандық қой. Терапевт болсын, қандай мысалы гинеколог болсын, ЭКГ, қандай дәрігер болсын да, жалпы өзіңіздің мамандығыңыз жөнінде бір айтып өтіңізші. Жалпы менің өз мамандығым, осы мамандықта, осы салада мен жұмыс жасап жатқаныма 7-ші жыл, 2015-те бітіргелі бері. Жалпы тәжірибелік дәрігер, былайша айтқанда отбасылық дәрігер деп айтады. Туылған баладан үлкен қарттарға дейін отбасын қарау мен жалпы маманым. Медбикелік қызметіңізді өте жақсы атқардыңыз. Науқасты басынан аяғына шейін қасында жүріп, керек кабинеттерге кіргізіп, зерттеулерден өткіздіңіз. Ардақты ақ халатты абзал жандар, сіздерді келіп жеткен медицина қызметкерлерінің күнімен құттықтаймын. Сіздерге отбасыңызға денсаулық, жұмысыңызға творчестволық табыс тілеймін. Әрқашанда халықтың алғысына, ізгі тілектеріне бөленіп жүре беріңіздер. Медбике болған бір күнде көп нәрсені үйрендім. Ауырып ем іздеп келген әр науқастың көңілін тауып, жанын емдеу оңай шаруа емес екен. Осы тұста медицина қызметкерлерінің орасан зор қажырлы қайраты мен сабырлығына алғыс айтқым келеді. Құрметті көрермендер, осымен біздің Ақтау қалалық номер 2-ші емханасындағы бір күніміз аяқталды. Ақ халатты абзал жандардың барлығын мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.